Қайырлы күн достар, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып пісетін қытырлақ картоптың рецептімен бөліскелі отырмын. Видеоны тоқтатпай соңына дейін көріңіздер, және сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Олай болса кеттік, картоптымызды пісіруге кірісеміз. Алдыменен отымызды жағып, оның үстіне суымызды құйып, суымызды қайнататын боламыз. Суымыз қайнағанша алдын ала картошкамызды осылай қабығын ашып, жуып тазалап аламыз. Жуып тазалап алған картопымызды осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Міне осылай картопымызды турап алғаннан кейін қайнап тұрған суымызға картопымызды салып, бар жоғы 5 минут қана қайнатып аламыз. Одан көп қайнатпаймыз, бар жоғы 5 минут қайнатып, оны сүзіп алатын боламыз. Міне сонымен мен картопымды сүзіп алдым. Енді оны бір шетке қоямыз. Енді картоптың үстіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 ас қасық сұйық май қажет болады, және 1 ас қасық паприка, және жарты шай қасық осындай куркума, және дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Міне енді жаңағы піскен картопымыздың үстіне құйып, барлығын бір келкі етіп араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала ыдысымызға қағазымызды төсеп, осылай барлығын бөліп жайып салатын боламыз. Осы уақыт аралығында біз пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне сонымен біздің қытырлық картоптарымыз пісіп шықты. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді асхана каналы.